Егер сіз күн жүйесі және планеталар осылай деп ойласаңыз, қателесесіз. Себебі бұл суреттер дұрыс емес. Шынайы бейне мүлдем басқаша. Күннің қаншалықты үлкен екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді мәселе күннің үлкендігінде емес. Мәселен, планеталардың бір-бірінен өте алыс болуында. Қараңыздар, егер біз күнді бір нүкте дейтін болсақ, олардың арақашықтығын қараңыз. Яғни планеталардың бір-бірінен арақашықтығы. Бұл мысалы бір нүкте, бұл бір жер планетасындай. Ал бұлар енді қалай тұр деген сұрақ туындайды. Шын мәнінде бұл күннің кеңістік пен уақытты июінде, яғни құдық секілді иеді ғой, сол иілгенде басқа планеталар болады. Ол туралы тартылыс күші деген видеоларда гравитация туралы түсіндіргенде мен айтып кеттім. Бұлардың бәрі ештеңе емес. Стивенсон 2.18 деген жұлдызды қараңыз. Және бағанағы айтқан біздің орбитамызбен салыстырғанда бұл жұлдыздың үлкендігі. Және бұл жұлдыз қазіргі анықталған ең үлкен жұлдыз болса, ал бұл тон 618 деген ең үлкен анықталған қара құрдым, яғни черная дыра. Осындай пайдалы ақпараттар керек болса, парақшаға тіркелейік. Сұлтан Зинуров парақша.